Екі жастың үйлену тойы. Тойханада келін мен күйеу бақыттан бал-бұл жайнап отыр. Ортада күйеу жігіттің анасы қуаныштан ағайын туысқандармен би билеп жүр. Анасы бұл күнде өте бақытты. Себебі өмірінің мәні жалғыз ұлы үйленіп жатыр. Таныс біліс, ағайын, жекжат жұрат барлығы ортадағы күйеудің анасын қуанышты күнімен құттықтап жатыр. Барлық адам көңілді. Екі жасқа қызыға да, қызғана да қарайды. Осылардың бәрін көріп, байқап отырған келін бала бір кезде күйеуіне: "Жаным, анаңа бір ауыз айтып қойсай, билей бермей бір жерде отырсын тыныш. Көрген достарын не дейді? Үстімнен күлмей ме ертең? Отыра алмаса, басқа жерге жұмсап жібере сал. Абыройды төккізбей", деп сыбырлады. Күйеу жігіт болса милығынан күлді де еш нәрсе деместен ортаға шықты. Жиналған қонақтар күйеудің ортада шыққан анасына құттықтау айтады екен деп ойлап қалды. Бірақ жігіт тіке музыканттардың алдына барды да қойылып жатқан музыканы өшіргізді. Қолына микрофонды алып көпшілікке "Анам кімге керек?" деп сұрақ қойды. Сол тойда отырған ағайын туыс, дос-жаран барлығы үндеместен, еш қайсысы күйеу баланың мына сұрағына түсінбей абдырап қалды. Жігіт "Және анам кімге керек?" деп қайталады. Ешкімде үн жоқ. Көпшілік адамдар күйеу баланың бұл сұрағына ашулы еді. Іштей: бұл бала үйленіп, жалғыз анасын керек қылмайын деді екен ғой, деп ойға батты. Ал келін бала іштей: бұл әлден менің айтқанымды қылуда. Ертең бұны басқару түкте қиын болмайтын сияқты, деп қуанып сүйсініп отыр. Ана байғұс ұлының бұндай сұрағына жүрегі қатты қиналып тұр. Жанарынан тынбай жас ағып жатыр. Көзіндегі жасын тоқтата алмай, еш нәрсе айта алмай ұлының бетіне қарай берді. Күйеу жігіт түкке түсінбей отырған көпшілікке қарап: "Анам маған керек", деді де дауыстап, қолындағы неке жүзігін шешіп келінге қарай лақтырып жіберді. "Саған 3 талақ", деді. Сосын анасының қолынан ұстап тойханадан шыға берді. Келіннің жақындары, туысқандары не болғанын түсінбей күйеу баланы тоқтатпақшы болды. Бірақ күйеу тоқтай қоймады. Қыздың әкесі күйеу баласын тоқтатып, не болғанын түсіндіріп беруін талап етті. Күйеу бала болған жағдайды түсіндіріп берді. Қыздың әкесі күйеу баласын қатты құшақтап: "Шіркін, сендей ұл тәрбиелеген анаңа мың алғыс. Сендей күйеу балам болғанда еш арманым болмас еді. Бірақ мендей қызына тәрбие бере алмаған әкені кешір", деп жігітке ризашылығын білдірді. Бауырлар, ойланайық. Сенің анаң мына әлемде жалғыз, ал қыз мыңдап табылады. Ананың қадіріне жете білейік. Әңгіме ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз.